Сахна деген ол өте үлкен энергия алмасу үшін арналған алаң. Сол үшін сен сахнаға шыққан кезде жоқ болып кетпеуің керек. Сахнадан үлкенірек болуың керек. Және бүкіл осы жерге жиналған адамдарға сен өзіңнің энергияңды беріп, және олардың беріп тұрған энергиясын алып, алмасу жүргізуің керек. Ең біріншіден негізі сахнаға шықпас бұрын сахнаға дайындық үйден басталады. Яғни сен дұрыстап ұйқыңды қандырып алуың керек, дұрыстап тамақ ішіп алуың керек. Үйдегі жұмыстарын бәрін бітіріп, одан кейін алаңға келген кезде басқа нәрселерді алаңдамауың тиіс. Яғни сен энергетикалық тұрғыдан, менталды тұрғыдан өзіңді еркін және бос сезінуің керек. Ол үшін сенде энергия ағымы баланста болуы тиіс. Бәрі қалпымен, бәрі түзу, дұрыс болған дұрыс. Жалпы сахнаға шықпас бұрын сен алдымен айнаның алдында немесе телефонның камерасына соның алдында дайындалуың керек. Яғни өзіңнің қозғалыстарыңды, жүріс-тұрысыңды, көзқарасыңды, қай бұрыштан қалай қарау керек, сол нәрсенің бәрін сен алдын ала айнамен немесе камерамен жұмыс істеп көргенің дұрыс. Негізі камерамен дұрысырақ, өйткені айнада сен онлайн жұмыс істеп жатқандай боласың, бірақ кейін камераға түсіріп алған кезде сен сырттан қарап, ол нәрсені бағалап, түзейтін нәрсені түзей алатын жағдайда боласың. Келесі кезең ол саундчек. Саундчек не үшін істелінеді? Сен өзіңнің жаңағы комфортың үшін және сыртқа шығатын дыбыс бәрі дұрыс болу үшін жасалады. Өзіңнің дыбыс инженеріңмен бірге сол нәрсені істейсің. Яғни сен алдын ала келесің, немесе бір күн бұрын, немесе сол күні таңертең, бізде жиірек болады, сол күні таңертең келеміз, саундчек жасаймыз. Оны жасаған кезде міндетті түрде сен өзіңнің құлағыңды, алдыда тұрған кішкентай динамиктерді және сыртты соның бәрін бір балансқа келтіресің, бәрі ыңғайлы болатындай. Бірақ сенде тек қана бір-ақ мүмкіндік бар, яғни саундчекке келдің, дыбысты қалай орнықтырып алдың, ол солай қалады. Кейін сен сахнаға шыққан кезде, перформанс басталғанда, ол нәрсе өзгертілмеу керек, яғни сен шығып, дәл сол затты беруің керексің. Сол себепті сен саундчек кезінде перформанста қалай айтасың, дәл сол айтуың керек. Яғни дыбысты дәл солай шығаруың керек. Әйтпесе баланс бұзылады, одан кейін сен қателер жібересің. Саундчек кезінде, жалпы сенің перформанс кезінде сенде құлақ қап болады, сенің құлағың, одан кейін микрофон, алдыдағы еденде жататын кішігірім динамиктар, және сенің дыбыс инженерің болады. Екеуінің араларындағы коннект ол сенің толықтай қалай перформанс істейтініне байланысты. Өйткені егер де сен өзіңнің балансыңды дұрыс естімесең, онда сен дауысыңды дұрыс шығармайсың. Сол себепті саундчек кезінде сен алдымен инструменталды түзеп аласың. Топпен жұмыс істегендегі жағдайда бұл дыбысқа байланысты кейбір нюанстар бар. Яғни сенің құлақ қабында тек қана сен және минус болмайды, сенен бөлек тағы да бөлек басқа адамдар болады. Яғни мен жанында тағы менен басқа 3 адам бар. Ол 3 адамдарды да бір балансқа келтіру керек. Мен үшін маған ыңғайлы, мысалы, қалған үшеуі менен қатты шықпағаны. Бірақ маған естіліп тұратындай болу керек. Егер мүлдем естімей кетсем маған ыңғайсыз, және немесе керісінше олар менен қатты шығып тұрса маған ыңғайсыз. Ол нәрсені біз әрдайым сол жаңағы бір регуляцияға келтіріп отырамыз. Саундчектен кейін біз мейкапқа барамыз, мейкап істейміз. Ол нәрсе не үшін керек? Өйткені сенде сахнаға шыққан кезде біріншіден сен адамды бер қарай қаратуың керексің. Екіншіден саған жарықтың бәрі түсіп тұрады, саған көптеген көздер қарап тұрады. Бұл сенің жаңағы сыртқа шыққан кездегі дұрыс кейпің, бейнең. Ол нәрсені сен жаңағы беттен бастап, көзбен, шашпен және киіммен шығарасың. Яғни жарықтар түскен кезде, тағы басқа нәрселер болған кезде, саған барлығы көрініп тұрады, бүкіл сенің жаңағы
кішігірім безеулерің тағы басқа нәрселерін олардың бәрін тығу керек, дұрыстап қою керек, және сен өзің жарқырап тұру керексің. Ол өте маңызды. Себебі ол нәрсені сен сезіп тұрсаң, өзіңнің жарқырап тұрғанды сен сезіп тұрсаң, басқа адамдармен сол нәрсемен бөлісе аласың. Концерттің алдында неше түрлі қызық нәрселер болып жатады. Әртүрлі оқиғалар болады. Концертке тек қана 3-4 адам дайындалмайды, ол өте ауқымды командамен кірісетін жұмыс. Сол себепті әртүрлі нюанстар болуы мүмкін, тағы басқа неше түрлі заттар болуы мүмкін, бірақ сен өзіңнің грим бөлмеңде қалған кезде концертке дейін бір 15-20 минут ешкіммен сөйлеспей, ештеңе істемей, жай ғана үндемей, бүкіл энергияны бір жерге жинап, бір центрде ұстап отырған дұрыс болады. Бұл менің нақты өзімнің тәжірибем, яғни мен концерт бастамай жатып, кішкене үндемей отыра тұрам, өзіме жиналам, кішігірім медитация деп айтса да болады. Себебі маған сахнаға энергия керек. Және бір жағынан өз-өзіме бір кішкене қалыпқа келіп алудың бір амалы.